Сәлем достар, мен сіздерге 2026 жылы налогтарды қалай есептеу керек, қолыңызға қанша аласыз, сол туралы ақпарат беретін боламын. Айлық есепті көрсеткіштерді, биылғы жылдары қандай өзгерістер болды, соцналогты қалай ұстаймыз, соцотчисленияны қалай ұстаймыз, барлығын егжей-тегжей түсіндіретін боламын. Яғни біздер қазір экологиялық аймақта тұрып жатқан бір сотрудниктің зарплатасын есептейтін боламыз, иә. Яғни жұмыс орнында сіздің, например, оклад примерно жазып жатырмын, иә, 120 мың теңге деп алайық. 120 мың теңге деп алайық. Яғни сізге повышение қосылуы мүмкін. Зарплатаңызды, например, мен алып жатырмын 70% қосты делік сіздің зарплатаңызға. Яғни 70% дегеніміз біз сізге калькулятормен көрсететін боламын. 120 мың теңгені көбейтеміз 70%-ке, иә. 70% дегеніміз 84 мың теңге болады. Барлығын осылай жазатын боламыз. 84 мың теңге. Екінші, сіздерге надбавка қосылуы мүмкін, иә. Надбавка, например, 10% қосылуы мүмкін зарплатаңызға. Енді бұл қосылуы да мүмкін, қосылмауы да мүмкін. Мен енді көргенімді жазып жатырмын. Үшінші, бізде айттық, иә, экологиялық аймақта тұрып жатқан зарплатаны есептейміз. Экологический, например, 20% деп есептейік. Яғни 20%-міз экологияның 120 мың теңгені, 120 мың теңгені көбейтеміз 20%-ке дейміз. Яғни 24 мың теңге. 24 мың теңге болады. Барлық сіздің начисленияңыз, барлық налог салынбаған сіздің қолыңызға тиесілі суммаңыз, яғни қосып шығамыз осылардың барлығын. Яғни 120 мыңды қосамыз, плюс 84 мың 70% қосылғанын қосамыз. Надбавка, мына жерде что-то қайта кетті да. 120 мыңды қосамыз, 84 мыңды қосамыз, плюс 12 мыңды қосамыз, плюс 24 мыңды қосамыз. Сонда сіздің барлық налог ұсталмағанша дейінгі суммаңыз 240 мың теңге. Енді мен сіздерге без экологический сумманы да қосып қоямыз. Бұл яғни қазір налог есептеген кезде керек болады. Яғни 240 мыңнан минусовать етеміз 24 мың теңгені, 216 мың теңге болады, иә. Мен сізге калькулятормен есептеп әдейі көрсетіп жатырмын бұл жерде. Былай кейбір есептерді ойша есептеп тастауға болады жалпы. Енді біздерді налогтарды есептеуге көшетін боламыз, яғни пенсионныйды. Осы барлық 240 мың теңгеден қандай налогтар сізден зарплатадан ұсталынады, және де қай налог жұмыс берушіден ұсталынады, яғни қандай налог ұсталынғанда қолыңызға қанша сумма тиесілі, соның барлығын түсіндіретін боламыз. Яғни бізде ОПВ, бұл пенсионный, яғни пенсионный 240 мың теңге сізден начисление болып тұр ғой мына жерде. 240 мың теңгені көбейтесіз 10%-ға. 10%-ға тең болады. Мына жерде енді ойша есептеуге де болады. 24 мың деп. Мен сіздерге былай көрсетемін. 240 мыңды көбейтемін 10%-ға, яғни 24 мың теңге. 24 мың теңге. Бұл сіздің пенсионныйыңыздан ұсталынатын налог болып есептелінеді. Екінші налогымыз бізде ОСМС. ОСМС дегенді білесіздер шығарсыздар. Тоже 240 мың теңгеден көбейтеміз, биылғы жылы 2% ұсталынады, иә. Жұмысшыдан сіздің зарплатыңыздан 2% ұсталынатын болады. Яғни ОСМС дегеніміз медстрахование деп айтылатыннан болады. Оны да есептеп жіберейік. 240 мыңды көбейтеміз 2%-ға. Сонда біз 4800 теңге зарплатымыздан ұстайтын болады екен, да? 4800 теңге. 4800 теңге ұстайтын болады. Екінші налог бізде ИПН, яғни жеке табыс салығын қалай есептейміз, соны көрсететін боламын. Жеке табыс салығында біз енді 240 мың теңге барлық экологиямен қосқандағы начисленияны ұстамаймыз, яғни без экологический сумманы ұстаймыз. Без экологический жаңа есептеп қойдық, иә. 216 мыңнан
216 мыңнан алып тастаймыз пенсионныйды да, 24 мың теңге пенсионныйды алып тастаймыз. Минус одан алып тастаймыз 4800 теңге ОСМС-ті алып тастаймыз. И минус одан 129 мың 750 теңгені алып тастаймыз. Яғни бұл сумма қаяқтан шықты десеңіз, биылғы жылдың заңында 30 МРП-ны көбейтеміз 4325-ке, яғни міне 129.750 теңге 30 МРП-ны көбейтесіз 4325 теңгеге, сонда 129.750 теңге шығатын болады. 129.750 теңге базовый налоговый ставка ғой енді. Осыны алып тастаймыз, яғни оны көбейтеміз 10% подоходный налогтың проценті. Сонда бізге шығады. Енді есептейміз. Яғни 216 мың теңгеден минус 24 мың теңгені алып тастаймыз, минус одан 4800 теңгені алып тастаймыз, минус одан налоговый базовый ставканы алып тастаймыз 129 мың 750 теңгені, 57 мың 450 теңге болады, оны көбейтеміз 10%-ке. Сонда біздің подоходный налогымыз 5745 теңге болады. 5745 теңге, яғни подоходный налог бізде осылай шығатын болады. ИПНіміз. Енді бізде профсоюз ұстайды, профсоюз ұстайды мекемелерде, яғни бұда да тоже 216 мың теңге, яғни без экологический сумманы көбейтеміз 1%-ке. Сонда бізде шығады 2160. Енді калькуляторға салмай қойайық бұны. Былай да есептегенде түсінікті ғой. Енді сіздің қолыңызға қанша теңге зарплата тиетін болады, соны көрсететін боламын. Яғни қолға бізге, қолға на руки шығатын болады зарплатаңыздан. Яғни 240 мың теңгеден, яғни мен мына жерге жазып қояйын, 240 мың теңгеден, 240 мың теңгеден минус алып тастайсыз 24 мың пенсионныйды, минус 4800 ОСМС-ті, минус 5745 подоходныйды, минус 2160 теңге профсоюзды. Сонда қолыңызға тиетін сумма 240 мыңнан минус 24 мыңды алып тастаймыз, минус 4800-ді алып тастаймыз, минус одан 5745-ті алып тастаймыз, минус 2160-ты алып тастаймыз. Сонда сіздің қолыңызға тиетін суммаңыз 203 мың 295 теңге болады. Иә, 204. Енді бұл сіздердің зарплаталарыңыздан ұсталынатын сумма. Енді біздер жұмыс беруші, яғни мекеме сізге сіздің зарплатыңыздан қанша теңге налог төлейтін шығаратын боламыз. Яғни бұл жерде соцналогты есептейтін боламыз, соцотчисленияны есептейтін боламыз, және де ОСМС есептейтін боламыз. Яғни бұл жұмыс беруші төлейді, медстрахование ОСМС және ОПВР-ді төлейтін болады. ОПВР. Соцналогты қалай шығарамыз? Биылғы жылдан бастап соцналог пен соцотчисленияның есептелуі өзгерді да, заң бойынша. Енді соцналогты біз жақшаның ішіне алайық. 216 мың теңге, яғни без экологический суммадан за минусым 24 мың пенсионныйды алып тастаймыз, және де 4800 теңге ОСМС-ті алып тастаймыз. И оны көбейтеміз 6%, биылғы жылғы соцналог. Заңды қарасаңыздар, заңда тұр 6% деп. Яғни жаңағыдай іздеп таба бересіз. Сонда бізде шығады соцналогымыз, есептейік. 216 мың теңгені 216 мың теңгеден минус 24 мың пенсионныйды алып тастаймыз, минус 4800 ОСМС-ті алып тастаймыз, тең болады. Осыны көбейтеміз 6%-ке. Сонда бізде 11 мың 238 теңгені жұмыс беруші төлейтін болады. Енді соцотчисленияда тоже солай. Яғни 216 мыңнан
216 мыңнан минус алып тастаймыз, пенсионныйды алып тастаймыз бұл жерде. И көбейтеміз. Яғни биылғы жылы отчисленияны көбейтеміз, 5%-ға өзгерді. Былтырғы жылдары біз соцналогты соцотчисленияны есептеген кезде бірінші соцналогты есептеген кезде соцотчисленияны шығара аламыз да, за минусым есептейтін едік. Биылғы жылы олай емес, биылғы жылы 5%-ға өз алдына өзгертіп берді. Яғни соцотчисленияны есептек 216 мыңды минус 24 мың пенсионныйды алып тастаймыз, 192 мың. И осыны көбейтеміз 5%-ға. Сонда 9600 теңге бізде соцотчисление шықты. Енді ОСМС, бұл медстрахование, 216 мыңнан көбейтеміз 3%-ға. Сонда бізде шығады 216 мыңды. 216 мыңды көбейтеміз 3%-ға. Сонда бізде 6480 теңге шығады. Келесі ОПВР. От работодателя ұстайды да бұны. Бұны да есептейміз. Яғни ОПВР-ді тоже без экологический есептейтін боламыз. Көбейтеміз 3,5% болды биылғы жылы. Келесі 2027 жылы бұл тағы да өзгеретін болады, 4,5 болып. Жылдай өзгеріп отырады. Сол себепті 3,5-ке көбейтеміз. Енді 216 мыңды көбейтеміз 3,5%-ға. Яғни бізде шығады 7560 теңге ОПВР-ге төлейміз. Яғни бұл налогты жұмыс берушілер төлейді, ал мына налогты сіздің зарплатыңыздан ұстайтын болады. Назарларыңызға рахмет, түсіндірдім деп ойлаймын. Алдағы уақытта оклад қалай шығатыны туралы мен сіздерге ақпарат беретін боламын.